Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте оңай фрикадельки жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керегі фарш, пияз, бір сәбіз, қызыл болгар бұрышы. Пиязымызды көбіктеп майдалап турап аламыз. Туралған пиязымызды салып, үстіне бұрыш салып аламыз. Одан кейін сәбізімізді майдалап көбіктеп турап аламыз. Сәбізімізді турап, осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. Қызыл бұрышымызды да осылай дәл көбіктеп майдалап турап аламыз бұнда. Осы болгар бұрыштары тамаққа өте жақсы дәм береді. Барлығын осылай көбіктеп турап, алдын ала дайындап аламыз. Енді фарш пен пиязымызды жақсылап қолмен араластырып аламыз. Мен фаршқа жұмыртқа қоспаймын. Пияз бен фаршымызды жақсылап араластырып алып, осылай ұрғылаймыз, себебі жақсы бірігу үшін. Фаршымыз дайын болды. Енді осылай домалақтап, бәрін алдын ала дайындап, фрикаделькемізді дайындап аламыз. Табамызға осындай қыхи майын салып алып, жаңағы фрикаделькелерімізді осылай екі жағын жай отта қуырып аламыз. Бізде осылай шашырап кетпей, жақсы болып қуырылып жатыр. Енді үстіне жаңа болгар бұрыштарымызды, одан кейін сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін үстіне бір помидорымызды турап саламыз. Осылай қуырып алып, үстіне суымызды құямыз. Енді суы қайнағанша картошкамызды алдын ала көбіктеп турап дайындап аламыз. Мен картошка қосайын деп жатырмын. Бұған картошканың орнына күріш болмаса қамырдан кеспе жасап салсаңыздар өте дәмді болады. Сорпамыз қайнады. Енді картошкамызды салып, тағы бір қайнатып аламыз. Лавр жапырағын салып аламыз, жақсы дәм беру үшін. Бізде фрикаделькеден супымыз дайын болды. Түскі асқа, кешкі асқа өте жеңіл әрі пайдалы тағам. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер.
Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай дастарханның сәні болатын, жұмсақ болып шығатын әдемі күлше нандар дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, жүрекшені басып, қолдап кетіңіз. Ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Үстіне ашытқымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды, жылы сүтімізді, жұмсарып тұрған сары майымызды салып, жұмсақ қылып қамыр илеп аламыз. Барлығын араластырып, жақсылап жұмсақ қылып илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Бетін пакетикпен жауып, 1-1,5 сағат демалдырып қойып қоямыз. Бізде қамырымыз дайын болды. Енді осыларды бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылай майда бөліктерге бөліп аламын. Болмаса бұны екіге бөліп, 2 үлкен күлше нан жасауға да болады. Әрқайсысын осылай домалатып, формамызға қойып аламыз. Формаға қояр кезде араларын сәл алшақтау қылып қоямыз. Енді осыларды 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Бізде қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді ортасынан бастап қолымызбен осылай форма беріп шығамыз. Бетіне жаңағы дайындаған жұмыртқамызды жағып аламыз. 190 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне мен осылай ақ күнжутты септім. Қара күнжут сепсеңіздер де болады. Әдемі болып шығады. Бізде дастарханның сәнін келтіретін сүйкімді нандарымыз дайын. Қып-қызыл әдемі болып шықты. Рецептін ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан шығатын, өте дәмді, керемет болып шығатын лимонды печенье дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып кет. Бізге керек 2 жұмыртқа, ұн, лимонның соғы, одан кейін қант. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, одан кейін қантымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Қанты ергенше жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып аламыз. Лимон цедрасы мен лимон шырынын құйып аламыз. Ұнымызды салып аламыз. Жарты чайный ложка ас содамызды, одан кейін қопсытқыш саламыз.
Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Одан кейін бетін салфанмен жауып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Бізде қамырымыз холодильникте жарты сағат тұрды. Осылай домалатып форма жасап аламыз. Одан кейін қант ұнтағына салып аламыз да формамызға барлығын қойып шығамыз. Қант ұнтағына осылай домалатып аламыз. Лимонды печенье рецептісін өзім ғаламтордан бірінші рет алып жасап жатырмын. Лимонның иісі енді айта алмаймын, хош иісті, керемет болып шығады. Осылай барлығын формаға келтіріп жасап аламыз. 180 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Бізде печеньелеріміз дайын болды. Иісі енді өте керемет болып шығады. Жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бізде арасы бөлгенде осылай сап-сары әдемі болып шықты. Қайырлы күн баршаңызға. Таңғы асқа өте керемет әрі тәмді болып шығатын оладей дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кет. Айранымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Айран бөлме температурасында жылы болу керек. Одан кейін 3 ас қасық қант салып аламыз. Егер одан да тәтті болғанын қаласаңыздар, 4-5 ас қасық салуға болады. Азырақ тұзымыз бен ас содамызды салып аламыз. Барлығын қантымыз ергенше толықтай араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін осылай жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Екіншісін осылай салып аламыз. Арасында түйіршіктер қалмау керек. Қалған ұнымыздың барлығын салып, араластырамыз. Бізде осылай дайын болды, қоюлығы бәрі осындай болады. Табамызды қыздырып, азырақ май салып аламыз. Одан кейін үлкен ас қасықпен осылай салып аламыз барлығын. Өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Төменгі градуспен пісірген жақсы, 2 минутта пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады, өте үлкен болып көтерілген. Осылай қалғандарын барлығын пісіріп аламыз. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Бұл рецепті ғаламтордан алдым. Өте керемет, тез көтеріледі, көңілімнен шығып жатыр.
Асығыс кезде таңғы асқа дайындалатын оладьидің өте жеңіл әрі дәмді түрі. Екі жағы да осылай қып-қызыл болып әдемі шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Өте керемет дәмді болып шығатын тойымды таңғы ас дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, қолдап кетіңіз. Бізге 2 жұмыртқа, картошка, азырақ тұз керек. Алдымен үккіштен картошкамызды өткізіп аламыз. Одан кейін картошкамызды суынан осылай сығып аламыз. Үстіне азырақ тұзымызды, 2 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға осылай қыймайымызды салып аламыз. Одан кейін 1 ас қасықтан салып, барлығын осылай пісіріп аламыз. Драникиді таңғы асқа, түскі асқа, әсіресе күріштің қасына қосып жасағанға өте жақсы тағам. Оңай әрі тез жасалады, әрі тойымды. Осылай 2 жағында бірдей қызартып қуырып аламыз. Драникилерді бірден пісіріп алған дұрыс болады, себебі картошканың суы шығып кетеді. Егер бұлай пісірмесеңіз, болмаса барлығын бір салып жіберуге болады. Енді осылай пісіп шықты, 2 жақ қызарып, жұмсақ болып. Қалғандарында барлығын осылай пісіріп аламыз. Мен осылай үстіне сыр салдым. Сырды салмасаңыздар да болады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізде драникилер барлығы дайын болды. Сырмен өте әдемі болып шықты. Ең оңай 5 минутта дайын болатын таңғы ас дайындаймыз. Алдымен сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Қызып тұрған табамызға күнжутты сеуіп, үстіне азырақ сырымызды сеуіп, одан кейін 2 жұмыртқамызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, осылай құйып аламыз. Піскен жағын аударып, үстіне азырақ сырымызды саламыз. Мен ортасына осылай 1 помидорды салып алдым. Осылай ортасын ашып, мен помидор салып алдым.
Болмаса огурцы салып жесеңіздер де болады. Қайырлы күн баршаңызға. Сыр мен жұмыртқадан тойымды таңғы ас дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіз. Бізге керекті заттар: сыр, нан, 4 жұмыртқа. Алдымен сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Бөлкен нанның орнына кәдімгі батон нанды қолдансаңыздар болады. Одан кейін нанымызды видеодағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліп, одан кейін ортасынан кесіп аламыз. Себебі қазір сырымызды ортасынан салу үшін. Менде осылай барлық нандарымды дайындап бөліп алдым. Жұмыртқамызға азырақ тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сырымызды нанның ортасына барлығына салып аламыз, алдын ала дайындап. Сырды үккіштен өткізбей ақ кәдімгі 4 бұрышты етіп кесіп, арасына салсаңыздар да болады нанның. Қызып тұрған майымызға жаңа нандарымызды жұмыртқамызға салып, екі жағында қуырып аламыз. Рецептін ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Таңғы асқа, түскі асқа өте тойымды. Екі жағында барынша қызартып қуырған жақсы. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіз. Пісіп дайын болып қалды, барлығын осылай қуырып аламыз. Ерекше таңғы асымыз дайын болды. Ортасында сырымыз созылып, әдемі, дәмді болып шықты. Видеоны толықтай қарағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Гулиза жұмсақ әрі дәмді болып шығатын панкейк дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кет. 200 грамм айранымызға пищевая соданы салып, көпіртіп аламыз. Айран бөлме температурасында жылы болу керек. Одан кейін азырақ тұзымызды салып аламыз. Кішкене жұмсарып тұрған сары майымызды саламыз. 4 ас қасық ұнымызды салып аламыз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Одан кейін жақсылап барлығын араластырып аламыз. Үш жұмыртқамызға 2 ас қасық қантымызды салып, миксердің көмегімен әппақ болып көпіргенше араластырып аламыз. Бізде дайын болды. Енді осы екеуін жақсылап араластырып аламыз.
Менде жаңағыдан ұн қалған, соның 2 ас қасығын қосып жібердім. Барлығын осылай араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Табанымызды алдын ала қыздырып аламыз. Одан кейін осы панкейктерді пісіретін кезде баяу отта пісіреміз. Панкейктеріміз тез осылай қызарып піседі. Жасалу жолы оңай, таңғы асқа жеңіл әрі дәмді. Панкейктеріміз дайын болып қалды, пісіп шықты. Қалғандарын дәл осылай жалғастырып пісіріп аламыз. Мен көбінесе бұны таңғы асқа балдарыма жасап беремін. Бір жасағаннан жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Рецептін осылай жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз. Видеоны толықтай қарағандарың үшін рахмет. Сау болыңыздар.